Қысқасы, көп құтырған бір жыл айды. Бұл 5-ші күн болатын. Далада күн тамаша болып тұрды. Нағыз қыдыратын күн. Мен әдеттегідей ойыншықпен ойнап жаттым. Өткен видеода алып берген көліктің де қызығы басылды. Оған тіптен қарамаймын. Жол қараймын. Әже қашан келеді екен? Өмірімде бір нәрсе жетіспей тұрған сияқты. Түсіндім. Бүгін күн ашық. Демек маған далаға шығу керек. Мен папаға қайта ымдадым. Папа түсінбеді. Мен тағы ымдадым. Папа тағы түсінбеді. Қазір жылаймын папа. Тұра тұр. Папа киініп жатыр. Демек мені түсінген сияқты. Мен де киіндіре бастады. Көптен бері далаға шықпадық. Папа көтеріп шығарды. Мен мәз болдым. Далада күн шығып тұрды. Айналадағы дәу вын-вындерге көзім түсіп кетті. Мені үйдегі вын-выным қызық емес. Папа сияқты қашан өлсе екен. Біз үй жақтан бір айналдық. Біз үй жақтан екі айналдық. Үш айналдық. Бір кезде менің көзім ерекше затқа түсіп кетті. Мен қолымды создым. Микош, кәні отырасың ба? Сені отырғызайын. Папа мені отырғызды. Жан-жағымдағы екі темірден ұстап алдым. Мұндай затқа бірінші рет отырып тұрмын. Кішкене қозғалады екен. Бұл әлде де қозғалатын шығар. Ақмош, дайындал. Бір түрлі ішімді қыдықтап жатыр. Бұндайды бұрын көрмегем. Ішімді қыдықтап жатыр. Бірақ күшті. Папа, тағы. Ойбай, Ақмош, канеки. Ештеңе қылмайды. Қысқасы, көп құтырған бір жыл айды. Досым, әзірге папа мені жұбатып жатқан сәтте, сен менің видеома лайк басып, арнама жазылуды ұмытпа.